Неге онымен бөліспеске? Киноға түскендей болды мен. Көп әжелер, апалар бәрі жүгіріп келе жатыр. Әйелдер бас салған. Шу болып кетті, түсінбей қалдық не болып жатқанын. Ер адамдар жоқ. Деген шыдамдылық. Иә, енемнен еш нәрсе үйренгенім жоқ. Сіздің жасап отқан тірлігіңізді мен жасай алмадым. Енеңізге сеніп кеткенсіз ғой. Өзі прическа жасаған өзіне. Өзі шашын өзі кесіп жүр ма? Иә. Сен келін болып енеңе сырыңды айта аласың ба? Ішімде сақтап, айта алмай соны. До сих пор орамал тағасың ба, не дейді. Сіз бір жаман нәрсе айтып отырған жоқсыз. Мен саған жақсы ене бола алдым ба? Сол кезде ең қиын сәт болды мен үшін. Араласып, күні түні жүгіргені Мейіржанымның ізінен. Сол мені тоқтатты ғой. Ананы перзентімен сынамасын. Бүгін бізде қонақта Төребаевтар отбасы. Сұлухан апа, қош келдіңіз, амансыз ба? Дана келін. Киіп алыңыздар, аяқтарыңыз жаурап қалмасын. Сұхбатымызды қазір бастаймыз. Апатай, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Жақсы ма? Таныстыңыз ба? Таныстым. Иә, танысып алыңыздар. Қош келдіңіздер. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма? Өте жақсы, өте жақсы. Қуаныштымын. Иә, қуаныштымын. Жүздескеніме, сұхбатқа шақырғаныңызға Иә. үлкен рахмет. Сізге рахмет. Анаңызбен танысқаныма, құрдасым екен. Иә. Сіздерге рахмет. Рахмет, көп рахмет. Дананы былай көрем, бірақ жүздесіп көрім. Талай программа жүргізгендерде көрдім ғой Мейіржан екеуін. Енді бетпе-бет жүздескеніне қуаныштымын. Негізі ең бірінші сұхбат Ләйла алған менен. Ең бірінші. Иә. Жыл таңдауы болған кезде. Сол кезде ішімде әміре. Сол кезде. Әміре бар. Иә, сол кезде Ләйла ең бірінші сол қорққам кәдімгідей. Не дейм екен, шо қазақ тілде ғой. Кәдімгідей сол кезде енді бірақ жақсы шықты. Жоқ, Мынау жыл таңдауында нелер шықты ғой. Иә. Сонда кім Роза Рымбаева айтты ғой, бұның ішінде көрінбей тұрған 12-ші не бар? Иә, бар. 11 жүргізушісі болған сол кезде, 12-ші бар дейді. 12-ші бар, деді ғой. Сол әміренің атын өзіңіз қойдыңыз ба? Иә, өзім қойдым. Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаев бәлші ғой, иә. Бұл да не болсын, өнер адамы болсын, дедім да. Әміре қойдым, болды, мама, болды, дейді ғой. Сол әміреміз қазір 4-5 Бесте. Құдайға шүкір. Балаңыз үйленем деген кезде қандай сезімде болдыңыз? Енді үйленем деп аяқ астынан айтты бұл. Ертерек айтпайсың ба, менің отчетым бар деп бухгалтерлеріміз ғой. Иә. Отчет онсыз босатпайды бізді. Жарайды, енді үйленсең, мен отчетымды тапсырайын. Бірінші қойған сұрағыңыз қандай болды балаңызға? Мейіржан қай жақтың қызы, қандай қыз? Енді оны телефоннан қалай айтамыз, ұзақ қой, Алматыда тұрып айтты. Балам ұялшақ, күле береді ол кезде. Маған мына қызды айтпайды, өзінің қызы бар екен, оны айтпайды. Мен бір қызды әуре болып, сапқыздан алдырып, оны жасырып алдырып суретін туыстарынан да, апама айтып, үлкен апам бар сол жақта. Мейіржан күледі ғой, мама, сүйеміз ғой. Жаман ғой түрі депті. Жоқ, әдемі деймін да. Енді арықтайды ғой десем, жоқ, мама, болмайды, сүйеміз. Сонда айта алмай отыр ғой қызы бар екенін. Сөз байласқан қызы бар екені. Оның есімі Дана екені. Айта алмайды, сонан кейін енді мен басқа қызды көрейін онда. Сосын қыса бергесін, мама, мен өзім қызым бар деді. Қызым бар, қаяқтың қыз десем, Жезқазғанның қызы деді. Ойбай, балам, ол біздің немізге көне ма, біздің үрдісімізді, дәстүрімізді біле ма, білмейді ғой. Басқа жақтың қызы. Сосын енді райын сыңайын байқадым баламның. Менің айтқанымды қылмайды екен. Әкесі не деді? Әкесі үндемейді, әкесі көбіне үндемейтін еді. Мен не айтсам соған не қылатын еді. Қарсы баласына келмейтін еді. Мен ғой сөйлеп не алады. Дана Заравшанға келін болатыныңды естігенде қандай сезімде болдың? Жоқ, Заравшан екенін білдім ғой. Оны ойламайтынмын, бір кәдімгідей қазақи бір ғұрыптарды ұстап жүрген отбасы деп онда ойда болған жоқ менде, шын айтсам. Мен сұраған кезде Мейіржан айтатын тұғын, вот сенің әке шешең қандай, мендікі де сондай, тура сондай дейді. Былай бір
несін айтқан жоқ, қандай болатын, қалай келін түсетін. Бір ғана бір ретте айтты, сенің размерлерің керек дейді. мен сұрап жатырмын. Иә, ана саған қазақ бір көйлек тігіп жатыр ма, сондай сияқты дейді. Мен ойлағам бара. Өзі де білмей тұр ғой сонда Мейіржан. Иә. Мен ойлағам, сол кезде бір андай бізде енді қазақша не киеді ғой, көйлектерді. Иә. Сондай шығар деп оркестрдің көйлектері болды ғой. Ақпаның дайындап жүргені келінге біз жақта арнайы дайындайды. Біз жақта емес, жалпы барлық жерде дайындайды. Халатын дайындайды, киетін мынадай тәпішкесіне дейін дайындайды, орамалы. Дайындайды. Иә, бәрі бәрі дайындайды ғой. Иә, Қызыл халат киетін бе? барлығын дайындайды ғой. Сол мен сұрағам ғой, енді размерін айт, көйлек тіккізейін. Бірінші күні бет ашқырақ сол көйлекті киіп шығу керек қой, таза көйлекті. Ол қандай ұлт болса бәрінде де бар, өзбекте де бар, қазақта да бар. Жаңа нәрсе кию керек келін. Иә, таза болу керек. Иә, сол жерде енді келген кезде бір андай киноға түскендей болды мен, шын айтайын. Андай ұзақ жол келдік қой. Сосын ана машинадан Қалай шыққан жеттіңдер кезде. Сарапшанға дейін? Немен жеттіңдер? Енді Алматыдан қалай болды? Ташкентке дейін, Ташкенттен Наваиге дейін, иә? И Наваиден Зарапшанға дейін. Қасымда сестренкам бар, Жанна, и подружкам бар, Жібек деген. Келдік, үшеуміз, бәріміз жаспыз ғой сол кезде. Ана екі қыз да жас, менен де кіші бар. Енді келген кезде бәріміз шоқ қой, сөйлемейміздер. Анда машинадан түскенде сразу көп әжелер, апалар бәрі жүгіріп келе жатыр. Біреу орамал ұстап келе жатыр. Бәрі жақтан бүйтіп андай шу болып кетті. Түсінбей қалдық не болып жатқанын. Ер адамдар жоқ ешкім. Мейіржан машинадан түсті да бір жаққа кетіп қалды. Білмеймін қайда. Болды, әкелді. Әкелдім деп кетіп қалды. Сол кезде енді не айтып жатыр, соны нетіп жатырмын да, жасап жатырмын да. Андай үстінен жапты да, андай сәлем сал деп жатыр, сәлем сала алмаймын, мен білмеймін ол не екенін. Қараймын да, ана кім абысындарға қалай істеп жатқан, соны қайталаймын. Болды, сол келдік. Неге аты қалайды ана орамалдың? Шарқат. Иә, соның астына отырғызды мені. Шымылдырықтың астына. Шымылдырықтың астына. Сол отырдым бұрышта бәріне, ана орамалдың тесіне қарап, бәріне қалай бәрі ән айтып жатыр, тамақ жеп жатыр. Басында сондай, ана беташардың алдында. Машинадан түскенде бұлар енді білмейді ғой, не қып қалған ғой, не істеп жатыр, батыр. Әйелдер бас салған, келін келгеннен кейін Мейіржан үйге кіріп кеткен, әкелді болдым деп. Бұл машинадан түсіп жатыр. Біздер де машинадан түскеннен кейін енесі барып құшақтап, нанды екеуінің ортасына қойып, бір-біріне ыстық болсын келін мен ене деп құшақтатады. Иә, точно сондай. Кеудесіне. Иә, кеудесіне құшақтатады. Келіншек қыз екен деп қызыл орамал тартып келеді үйінен. Енді жол жөнекей не қып қалса, ол жалаңбаста келе береді, бірақ қолдан ұзатқан қыз қызыл орамал тартып келеді. Ал егер қолдан ұзатылмаған болса? Қолдан ұзатылмаған, енді жалаңбаста келеді, не болып келеді. Алып қашқанда ма? Алып қашқанда енді ол не ғой? Кешірімді ғой. Сөйтіп екі келіншек тайындап қояды өзінің ағайын туысқандарынан, соныменен бірден сәлем салып үйге кіргізеді. Бізде бар болса да, жоқ болса да, киіз үй, қар үй тігеді, үлкен қылып. Соған шымылдырықты қадайды. Сөйтіп шымылдырықтың әуелі есікке кірместен май иіскетеді. Май иіскетеді, сөйтіп адыраспан енді тұтатады, май иіскетеді. Сәлемін салып, екі келіншек білмесең де қоймайды, екі жағынан басып еңкейтіп та, сол үйрететін да. Оңтүстікше салады ғой сонда? Салады. Төмен қарап. Салады. По-моему, кіші жүздерде басқаша. Қалай салады? Мынандай қып салады. Иә, мынандай қып. Оң тізесін ұстап, сөйтіп салады бізде. Сөйтіп, онан кейін азғандайдан кейін енді алып бара бер деп бір оңаша комнатаға апарып демалдырады, тамақ береді. Сіз менің құрдасым екенсіз, екеуміз жасты екенбіз. Енді сіз енді жаңағы барлық жөн жобаның бәрін біле бердіңіз ба, сол салт дәстүрдің барлығын сол кезде?
Мен мысалы солардың бәрі келін түсті ғой менің қолымда енем болды. Менің тірлігімді, сіздің жасап отқан тірлігіңізді мен жасай алмадым. Себебі өйткені мен енем жасады да. Менің енем жасаған. Көбісі келгеннен кейін енеден үйренеді. Мен үйден үйреніп келдім. Барлық енемнен Құдай Алла алдынан жарылқасын, ешнәрсе үйренгенім жоқ. Өзім біліп не қылдым. Енем енді байдың қызы болған. Менің енем кәдімгі қолдарына құл ұстайтын байдың қызы. Содан енді байдың қызы болғасын белгілі ғой. Қалай болатын? Той көппен бірге бітетін той ғой. Халықпен бірге бітетін той. Жалғыз өзің той істей алмайсың. Бірақ абысын ажындар көмектесті. Жаңағы күйт бөлуге мен жалғыз өзім қаяғына болам, ана жаққа жүгірем ба, мына жаққа жүгірем. Мен алып қойдым, кімнің келетінін білем, кімдерді шақыратынымызды білеміз. Сөйтіп, не істейтінімізді білеміз ғой. Неге бөліп, соны ұластыру басқа кісілер істейді. Мен басқа да жұмысым толып жатыр. Сол үшін. Сіз енді енеңізге сеніп кеткенсіз ғой. Енеме сенгенде мен көп нәрсені енемнен үйрендім ғой. Мен 20-мда келін болып түстім. Сол енем өзі жаңағыдай ертерек ерінен айырылған, барлығын өзі басқарып үйренген бір әулеттерді жаңағы. Әнелерінің де, жаңа сіңлілерінің де барлығы сол кісімен ақылдасып, сол кісімен шешетін болған. Ол кісінің алдына ешкім былай көлденең келмейді. Сол кісі не айтты, сол болғанда. Содан келін аламын болдық қой жаңағы сөзші. Бәрін біліп атқаның сол ма деп. Ол кезде бұндай емес еді, ол заман басқа заман болды ғой жаңағы. Өз түсінік. Мейіржан жалғыз ұл оның үстіне. Үлкен қыз, одан кейін Мейіржаннан кейін бір қыз. Үлкен қыз, одан кейін 1,5 жасар арасы. Мейіржаннан кейін. Мейіржан, онан кейін 5 жылдан кейін екінші қызым. Солай болды. Мейіржаным өзі өзгеше бала болды. Бұл жаңағы әдепті, әдемі киінетін, сосын әркіммен не қыла бермейтін, не болсаған араласып кете бермейтін. Бір күні дискотека болады, біздің қаламыз, орыс қой қала, күрсілдеп жатады кешқұрында. 7-ші класс болды, 9-ші класс болды, бармайды да бұл бала. Сосын, Мейіржан дедім, сен неге дискотека бармайсың? Енді басқаша ойлап жүрмін мен, қорқып. Енді бұл неге бармайды? Біреуін қорқып жүр ме екен деп па? Жігіт өсіп келе жатыр ғой. Жігіт талпынып. 15-16. Қызығу керек қой. Неге қызықпайды деймін да бұл бала. Сөйтсем, неге бармайсың дискотекаға десем, мама, менің өмірім алда деді. Бір ауыз сөз. Алда менің өмірім білем ғой, дискотека. Өзім барғым келмейді. Деді, мен әлі оқуым керек, оқиым деді. Сондай өзі болар деп қоям да. Содан 9-ші класста Мейіржан ана қыздарға барып танысайын деймін да. Танысайын ана қыздар. Өзі қыздармен таныстырып жүр ғой. Қыздар көп қой, 9-ші класс, 10-ші класс енді. Десем, мама, бәрі кішкентай қыздар ғой, менсінбейді балам. Ауылдың қыздар ғой дейді, тағы да айтады. Мен де ауылдан шыққанмын. Әлі апаң да ауылдан шыққан, жаңа прокуратурада істейтін апаң. Бәріміз де ауылдан шыққанбыз. Мейіржанға негізі қаланың қыздары ұнаған ғой, сол Дана сияқты кішкене енді орысшалау мүмкін, балам енді келінді жаңағыдай бірінші рет көргенде сондай сезім болды ма апа? Қаланың қызы, орысшалау жердің қызы екен, көп нәрсені білмейді екен, жөн жоралғының бәрін үйретейін өзім үйде. Енді қолымда көп болған жоқты келін. Бір 2-7-дей болды ма? 1-7-дей болды ма? Бұл анау вечерге асықты ғой, тайындалу керек. Алматыға барып, сөйтіп 2-7-дей болды, 1-7-дей ма? Не істеймін деді түскен күні. Сізге? Қазақша? Не істеймін деп түнде да. Ерте тұрасың 5-те. Сосын сәлем саласын азанда. Десек бір 3-4-еуміз қалған тойдан да. Сөйтсек, мен тұрып жүрмін, енді ана кісілер шаршаған ғой, тойдан ұйықтап жатса. Маған айтады, мына кісілерге қазір сәлем салайын ба дейді ғой, ұйықтап жатқан адам қадырға. Күлкім келген.
жоқ деймін да, қазір тұрғасын саласың. Әліге дейін ішімнен күлкім келеді да. Түнде айтқанмын ғой сәлем саласын деген да. Сіз оянғанда деген сөз айтпаған болыпсыз ғой. Ұйықтап жатыр да, олардың түріне қарап, мынаның сөзіне қарап, күлкі ішімнен шиқылдайды да күлкім келді. Енді білдіртпе жоқ, бұлар тұрғасын саласын. Мен сол Мейіржан қазақ класс оқыды ма, орыс класс оқыды? Орыс класс оқыды. Орыс класс берейік деп бергеніміз жоқ біздер. Қаламыз орыс болды. Орыс болды, 10-20%, 10% қазақ бар. 5% өзбек болды. Сосын барлығы орыс болғаннан кейін мектеп те орыс. Қазақ мектеп болмады. Үшеуі де орыс класс оқыды. Сосын бір 4-5 класста бір мектеп, бір қазақ ашылды. Мен оған бергім келмеді, көршілер қайтып беріп атты балдарын қазақшаға. Мен өзім бергім келмеді. Қай жерде барсаң орыс тіл, ортақ тіл орыс тіл болды ғой. Иә, ортақ тіл. Мұнаны білгеніміз жоқ қой. Бірақ Мейіржан үйде қазақша сөйлейді. Қазақша, бірақ қазақшасы аздау, осы жаққа келіп көбейтіп, осы жерден Қазақстаннан көп қазақша үйреніп, қазір жақсы сөйлейді қазақша. Қазір сол елде тұрып атқандарыңыз бар ма? Туыстар, ағайындар бар, араластырасыздар ма? Иә, үлкен ағамның балдары бар, үлкен апамның балдары бар. Келмегендер сол жақта, олар енді заводта істейді. 2013 жылы көшіп келген кезде, мынау бірден ол кезде жасыңыз көшіп келгенде мен пенсияға шыққаннан кейін көшіп келдіңіздер ғой сіздер. 58 дедім, 59-ға шықтым. Бірден сіңіп кету оңай болмайды. Алғаш кездер сондай қиын болды ма? Қайтеміз, енді балдарымыз үшін келдік. Екінші жолдасымнан айырылғаным қиын болды. Жүрегі анда-санда ауыратын еді. Соны қайту Алматыға барсам, операция істетермін деп келіп едік, тезірек азаматтық алсақ деп. Оған Алматыда өте қиын болды азаматтық беру бізге. 2013 жылдары. Мынау Северный райондағылар тез алды. 1-3-4 айда алды, 2 айда алды. Северный районға адамдар керек қой. Сояққа көші қону, сояққа барсын деп. Бұл жаққа, мынау жылы жаққа, Южныйға бермейді екен, берсе де қиыншылық. 8 айда, 9 айда вид на жительство алды. Алғаннан кейін 3-4 күннен кейін қайтыс болды ғой. Келін ене топырағынан дейді. Қай жер сізге ұқсайды? Мен көп нәрсесін ұсатам өзіме. Көп нәрсе. Мен еш нәрсемен онша ісім жоқ, қандай майда-шидаға ісім жоқ. Майда-шиданы тергелемеймін. Сосын жаңа өсек аяңменен жұмысым жоқ. Әңгіме өсек дегенде білмейді келінім. Өзінің жұмысын білет, өзінің жұмысын істейді, өзіне тиісті нәрсені істеп жүреді. Көп нәрсесі, енді қазір ой есімде жоқ, бәр нәрсесін байқап жүрем, өзім келіннің топырағы, ененің топырағынан дейді, Мәдинама үлкен қызым айтып қоям, дана маған саған деп та. Содан бір жағы көп кісілердің ене мен келіннің арасында жанжал, мынау бала жөнінде де жанжал болады. Балдарын көп келіндер үйіртпектеп, менің балам сенбейді балдарын тастап кетуге. Балдарын мына немерелерді да бақтыруға үйде отқан енесіне сенбейді. Болмаса қызғанып, бері кел, әне кел, сосын сұрап, неға батыр, не істеп батыр, не жетіндер, онымен ешқандай жұмысы жоқ дананың. Маған берген, мен балам өзім туғандай 5 немерем тәтті, баяғыда кемпірлер айтатын еді, аузымның дәмін алайыншы, келші деп. Сонда біз естіп қоятын едік, қалай дәмі болады, не дәмі болады екен. Сүйсе шынында дәмі келеді. Менің балдарымнан дәм шығады, тәтті. Шоколадым, мармеладым деймін. Дана, сен келін болды, енеңе сырыңды айта аласың ба? Айтам. Бір сырлар болады ғой, келіндердің. Кейде бір жасыратын сыры болады, өзі ешкімге айта алмай қалатын сырлар болады да. Шай ішіп отырамыз. Егер де жұмыстан ерте келсем, кешке отырамыз да, Мадина, мама, мен үшеуміз отырып, шай ішіп, сондай бір әңгімеде бірдеме айтам әйтеуір. Сырлар болады. Енді мен дипломированный психологпын ғой, сырттан қараймын. Қалай ол көбісі сұрайды ғой, енемен қалай бірге тұрып атсыңдар,
ол қалай ол сен қалай ұрысып қалмайсыңдар, стереотиптер бар да. иә қалыптасқан. Мен наоборот айтамын да, мен енем болмаса білмеймін деймін да, не істер едім деп. Өйткені Апачай, суп қалған жоқ па балаларымды тек қана мамаға ғана нетем да. Сенем. Андай бірдеме болып қалса, андай менде жоқ, мысалға соны ішімде сақтап, айта алмай соны. Ренжіп, өзім бір ойымнан бір бәлені шығарып дегендей. Көбісі келіндер сөйтеді. Ойында бір нәрсені ұстайды да, соны айналдырып өздері ренжиді, өздері сосын соңында жылайды, неше түрлі жасайды. Мысалға ситуация басқаша болған шығар. Вообще ондай емес шығар, оның фантазиясы шығар. Мама да сондай. Екеуміз сол жеріміз ұқсайды біздің. Яғни сөйлесеміз. Қандай да бір проблема болсын, немесе түсінбестік болсын, бірден ашып айтасыз. Сразу сояқта. И бір-бірімізді түсіндік та, болды ары қарай нормально бәрі. Андай жоқ та, ішімізде сақтап, соны жүріп, бірдеме бір проблема қылмаймыз ондайды. Сразу сөйлесеміз. Сол жақсы, негізі ол любой адамдардың арасында жақсы қасиетті, а бізде енемен сол қасиет бар. Мамам да лидер, мен де лидермін. Екеуміз бір-бірімізді жақсы түсінеміз сол жақтан. Мен қайдан білемін, өйткені андай бір кезде нумерология шықты ғой. Сонда бүкіл семьяға істегенбіз ғой. И мамамның нелері, сандары менімен ұқсайды екен. Сонда қарасам, сөйтсе көп қасиеттеріміз бірдей екен. Жұмыс жағынан, бір ұйымдастыру жағынан, сондай сияқты. Бекерден бекер емес қой, енді ер азамат өзінің анасына ұқсайтын жар іздейді деген. Содан шығар, иә? Сосын ана сурет салам ғой мамамен. Екі мамамен сурет салам. Өзімнің мамамен және... Қандай сурет? Енді инстаграмға салам ғой. Сурет, видеолар. Бәрі сол кезде ойлайды, то, что Мейіржанның мамасы менің мамам деп ойлайды көбісі. Бәрі сөйтіп ойлайды. Постоянно сен қайсы, енең қайсы дейді, мамаң қайсы. Мейіржан мамасына ұқсамаған дейді, менің мамамды ойлап жатыр да. Сол кезде айтады, қалай сенің мамаңа емес, Мейіржанның мамасына қалай қатты ұқсап кеткенсің дейді. Сондай. Келін ретінде өзің айтшы, мысалы үйде қаншама жас келіндерге өзің үлгі өнеге көрсетіп жүресің, ақылдарыңды айтып жүресің, бөлісіп жүресің. Үйде кикілжің болмас үшін, қандай да бір проблема болмас үшін, күйеуімен, енесімен, қайын сіңлісімен, қайын апасымен қандай қағидаларды ұстанған жөн? Бірінші сөйлесу, яғни ашық айту. Сөйлесу. Және де көбісінің проблемасы, енді маған жазып атқан хаттарының оқимын ғой, қалай шыдап жүрсің, осы сәлем салу, постоянно қонақтар келсе, қанша жыл болды келін болған, до сих пор орамал тағасың ба не дейді, андай келін көйлек киесің ба не дейді, мысалға. Мен ода проблема көріп тұрған жоқпын. Ол проблема емес. Бір орамал тағып, сондағысы күнде кеп жатқан жоқ қой, қонақтар деген, туыстар деген. Айына бір рет келсе, бір-екі рет келсе болды. Сондағысы орамал тағып, келін көйлек киіп, сәлемін салып, етін беріп, батасын аласында, болды ғой. Еш қандай да проблема жоқ. Және де сол салт-дәстүрлер, менің ойымша, ол как раз таки семьяның бұрыннан келе жатқан бір көрінбейтін бір не сияқты да. Заңы, жіп сияқты бүйтіп жалғасы. Сол сияқты көрем да. Енді оны бұзып тастасаң, сен қазір ол семьяға келіп, сенің қолында ғой, сен қазір оны бұзып тастасаң, ол уже семьяның бір несі кететті, бір әдемілігі ма, сондай сияқты, білмеймін, бұзылады. Семьяның сипаты кетіп қалды. Сондай сияқты да. Мен сөйтіп көрем да, сондықтан да ең басынан орамал тағу керек деген кезде, мен андай бір нем болған жоқ менде. Проблема қоймай, неге тағы мен наоборот сол кезде шашым аппақ болатын, блондинкам, наоборот соны тығып тастайтын. Сондай өзі. Неше түрліге боянып жүреді. Лишний сұрақ болмасын деп маған аппақ ғой шашым, потому что біреу көрген кезде суретімді Мейіржанға айтқан екен, орыс па, татар ма, кім ол дейді. Соны мен тығып тастаймын да, бүйтіп орамалдың ішіне көрінбейтіндей, и уже спокойно жүрем да, маған ешкім сұрақ қоймайды. Тамаққа шаш түспейді, керісінше. Ол деген гигиена ғой. Сосын мама жаңа айтпағаны 2 аптаның ішінде палауды үйрендім. Палау дайындау, Өйткені бұрында мен палауды көрмеппін, қалай дұрыс несін рецептін. Біздер не жезқазғанда андай етті турап сала саламыз, үстінен күрішті лақтыра саламыз, болды, соны палау дейміз да. Каша ғой негізі. Соны мамамнан үйрендім. Сол 1-2 рет көрсетті.
сол палауды енді мамамның несі ғой енді. Палау болғанда да апа жаңағы қызыл сәбізі бөлек, сары сәбізі бөлек, ноқатпен, мейізбен көп қой иә палаудың түрі. Соның барлығын үйреттіңіз бе? Зира қосатындар бар енді жаңағыдай. менің істегенім қалай істесем соны үйренді ғой. Иә. Сол қалай жасаймын мен сондай істейді. Иә. Қай жақтан күрішін алып жасайсыздар? Енді Лазер алып береді Дана. Иә. Қымбат қой, 1000 теңгеден Көп жоғары. базарға бар. Иә, өте дәмді. Біз көбіне палау істейміз, манты істейміз. Жаңағы менің ортаншы балам айтады ғой, әжемнің палауынан палау жоқ басқа. Мен өте жақсы көремін ғой дейді ғой. Иә, әжем палау істеп жатыр ма дейді. Апа әжемнің палауы дәмді, мантысы дәмді, тамақтардың бәрі дәмді ғой. Әже, бәрі жақсы ма, бәрі дұрыс па деп келеді ғой. Сіз барға келесіз ба? Базарға кім шығады базарға? Сіз бар. Дана ғой. Бәрін реттейтін Дана ғой. Мен үйде не жоқ, соны айтам. Бұл азында кетіп кешке келеді ғой жұмысқа. Телефонын жазып жіберемін, Дана мынандай нәрселер. Список. Иә, список. Дана деп. Бәрін ағыл-тегіл алып келеді ғой. Жұмыста жүрсе де палау туралы алып бір келеді. оқиға айтайын. Мен жаңа 20 жасымда келін болып түстім дедім. Үйге бір құда бала келді. Сөйтсем қайненемнің қызының қайнысы екен. Енді құда келді, студент екен. Не Шымкентте оқиды ғой. Шымкентте тұрамыз ғой. Маған айтты, палау істе деді енем. Жарайды дедім, сәбіз турап қойдым. Сәбіз турағанын білем. Содан кейін қанша май құям деп едім, 2 ожау май құй деді. Ойладым енді 2 ожау дегеннен кейін, білесіз ғой, мынандай ожау. Ане жерде кішкентай ожау тұр. Өзі машина тігіп отыр, өзі тігісті жақсы көретін кісі ғой, 2 кештің ортасында. Бардымдай үлкен ожау тұр екен. Майды алдым, ол кезде майды білесіз, бұндай баклажкада май болмайтын. Оны сіз жақсы білесіз, қандай май болатын. Алдым да жаңа 2 ожау толтырып алып қазанға құйдым. Сөйттім де етті салдым, сәбізді салдым. Енді маған айтты, енді күріш салдым, әлі кеп көріп атқан жоқ. Мама дедім, енді не істеймін дедім, күріш сал деді. Күріш қанша саласың дедім, 2 ожау сал деді. 2 ожаумен күрішті салдым. Әлі қайнап атыр, 2 сағат өтті. Менің 2 сағат. Бір кезде шыдам жет, қарап қоя. Күйеуім аяқты айтады, палау қайда дейді. Қазір пісейін деп атыр деп, қайдан білейін. Біз енді жаңағыда сөйтімде мама дедім, түк те күріші де тартылмайды. Анау бір қайнап күріші қатты дедім, келді. Ойбай, қанша май құйдың деді. 2 ожау құйдым дедім. Үлкен ожау. Ойбай, бұндай бұл емес, кішкентаймен құяды. Мынау енді қайтеміз. Бұл не? Қой, майының бәрін алайық деп, майын алып, енем ар жағын өзі жалғастырған. Ондай да бір сондай оқиғалар болады. Біз ары қарай кезекті қазақ дәстүрлері викторинасына бергіміз келіп отыр. Апа, өзіңіз бастайсыз ау деймін. Мына жерде біздің дәстүріміз ырымда болуы мүмкін, салтымыз, үрдісіміз жасырылуы мүмкін бір сөзбен. Бірақ сол сөзінің атын атамай, іс әрекетін бейнелеу арқылы Данаға жасырасыз. Дана табу керек соны. Ал, біреуін ала қойыңыз. Дана оқыма. Очкиіңізді берейін бапа? Жоқ, көріп отырмын. Мынау өзіңнің ағайын туысқандарың, өзіңнен кейінгі, күйеуіңнен кейінгі қыз баланы Ат қою ма? Ай, ат тергеу дейді. Иә, тергеу. Қыз баланы қалай не қылады деп айтпақшы. Еркелетіп, атын атамақшы. Иә, ат қоюды. Бізде сол. Менде мынау Мадина мен Маринаға Данаға айтып едім. Сосын айтып едім, ат не қылса, атын айтпаса деп Мадинаны тәте деп айт десем. Мама деді, тәте десем, үлкен болып кетеді ғой, жас болып жүре берсін да. Мадина да айтты маған, ойбай, деменен тәтемен, жаспын ғой дейді маған тәте деп айтты. Ат қоймай қояйшы, тәте Мадина деп. Кіші қыздың аты кім? Кіші қыз Марина. Мәруш дейді. Марина аты Мәруш дейді. Мәруш. Мәруш. Марина. Еркелетіп айтқаны ғой енді. Иә. Бір ерке сылқым деп жататын, қайнысың Қандай аттар болды ғой, міне еркелет атын аты. Мәруш дейді апа. Мәруш. Еркелетіп, Мәруш. Өте еркелетіп. Менде доктор аға бар. Доктор аға? Декабр көке бір. Сосын тағы да қандай көкелер. Өзің ат тергегенсің, ат тергеп қойғансың, иә? Бәрекелді. Кейбір аттарды басқа абысындардан соны естіп ұрлап алғам өзім. Жақсы. Ал Дана қыз, жасыра ғой. Маған Дана қызсың негізі бүгін енді сен келінсің ғой.
Білмейсіз ба? Ауыстыр. Кейін білеміз, көрсетеміз сіздерге Дана қандай салтты білмейтін. Балаға 7 жасында өткізетін бір той. Енді 5 жасында, 7 жасында ол сүндет той ғой. Жоқ. Мектепке барған кезде. Тілашар Иә, той сол. бар. Жақсы. Иә, апа, сіз жасырыңыз келініңізге. Мынау тамақты алып келгенде үлкен кісілер жастарға не береді? Қазір айтып. Шақырып. Тарту дей ма қалай? Бір бәлет. Ас. Иә. Ас қалай сөзі? Асату. Асату, иә. Тарту деп жатыр. Асату. Асату. Иә, кішірек кезде жаңағы бас келгенде кішкентай балаларға да беретін асату дей ма? Кішкентай балаларға құлақ береді. Құлақ береді, тіл береді, көз береді. Енді құлақ береді, көз береді, тіл береді. Көзің көргіш болсын, сөйлегіш, тілің сөйлегіш болсын деп таңдайын береді. Әнші бол, жырау бол деп. Құлағың естігіш болсын деп құлақтарын береді ғой. Сөйтіп. Ал, Дана. Кішкентай балаға, сол той ғой, кішкентай балаға. Енді бір шілдехана тойы. Иә, сол той ғой. Шілдехана тойы. Ең бірінші той. Той келе берсін. Иә. Той бола берсін үйде, иә. Енді қазір қоймайды оны. Бұрынғы кезде қоятын болған ол балдарға. Не ма? Шашыны ма? Айдар. Иә. Апа айтып қоймасаңыз. Енді атын білмей өте қатты жақсы көреді екенсіз. Иә. Бір сөзден түсініп отыр бір-бір. Иә. Келіннің үйіне, жігіттің туысқандар келіннің үйіне келіп, будущий келіннің үйіне келіп, енді бір бәле істейді. Ұнастыру. Енді ұнастыру, айттыру дейді. Жоқ, жігіттің үйі бара ма? Жігіттің үйі қыздың үйіне келген кезде соны қалай айтайды? Күйеу бала дейді, енді не қыл дейді, енді жігіт бірінші. Жоқ, енді сол процестің бәрін. Құда түсу ма? Иә. Енді бірінші сол айттыру деп айтып отырмын. Айттыру. Құда түсу, құдалық өту. Иә. Ұнастыру дейді, айттыру дейді. Сол ғой. Келесі сөз, апа. Енді бұны біле ма, білмей ма бұны? Өзімде қалай айтарын білмей отырмын. Маған көрсетіңізші. Ой, жақсы біледі. Иә, өте жақсы біледі. Өзінің айналысып жүрген ісі, апа. Қандай? Бұл, сен қазір бір комьюнити. Бастаңғы ма? Иә, білесі екенсің. Біле ма, білмей ма деп отыр еді. Жақсы біледі бастаңғыда, иә. Соны көтеріп жүр өзі, жиі. Иә. Ұйымдастырып жүр. Что-то білмеймін оны. Не ол? Қазақшылауда. Көрсете ғой, қандай сөз, қандай нені салтты білмейтініңді. Ерулік беру деген. Ал апа айтыңыз, ерулік беру дегеніміз. Келініңізге түсіндіріп көріңіз. Ерулік беру деп бір үйіңнің қасына көшіп келгенде сен ерулік беріп үйіңе шақырасың бірінші. Ол ерулік дейді. Қонақ қылып, таныстырып. Сол үшін сонан кейін ол кейіннен несі түскен кезде сені шақырады олар. Бірінші ерулік беру деп көшіп келген кісілерді шақыру. Ерулік дейді. Қазір осы салт дәстүр бар ма? Тура қазір осы моментте. Қазір тура осы моментте осы салт дәстүрлер. Шақырдық қой көршілерді үйге. Шақырдық. Біздің этажда. Ерулік шақырамыз. Иә, қалалық жерде көп емес енді. Ашығы қалалық жерде енді көршілер араласа бермейді ғой. Бірақ, ерулік дейді. Біздерді де шақырған біздің көршілер. Иә, соны ерулік дейді. Ал апа, соңғы сөз? Енді бір жаңа киім кигенде не береді? Көз, ой, сол сөзінің есі. Тілің шында тұр ма? Иә. Апа, айтпаңыз, ойлансын енді. Апа, аяп келдің. Дұрыс. Дұрыс па, апа? Дұрыс емес екен.
қалай тағы да? Енді көрімдікті адамға беріледі көрімдік. Иә, анау. Бұл заттарға берілетін нәрсе. Ту, білем ғой мен соны. Апа, иә. Апа, бірінші әріпін айта қойыңыз. Б. Ба. Ба. Туй. Байғазы. 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 Байғазы біздерде беріледі. Ішіңде еш нәрсең болмаса, саған байдың ұлы дейді. Сөйтіп. Иә. Байдың ұлы дейді. Қыз болса, ұл болса байдың қызы саған. Күшті екен. Ал соңғы? Андай, енді жүріп келе жатқан баланың несін? Тұсаукесер ма? Тұсаукесер, бәрекелді. Енді қиын болған жоқ деп ойлаймын. Жоқ, қиын болған жоқ. Тек қана біз нені айта алмадық. Енді келесі Менікі қорықтық құю деген. қорықтық құю. Қорықтық құю енді мынау неден қорғасыннан қорықтық құясын шошса сол ма? Қатты қорыққан кезде қыздырып неге тапаға дейді. Тас қорықтық деген бар енді. Мен енді қазір қорғасын деп шығарып жатыр ғой. Өзіңіз де біліп отырсыз. Тапаны қыздырады да, соған тасты алып, қорыққан баланың басына қойып суды шашады. Сол қорықтық. Біздер былай істегенбіз. Қорғасын дегенді білем. Наима түнде жылап тұрушы еді ғой, қорқып бірдемеден. Соны бір әдемі көйлегін алдық та, біреуден естіген, білем, сіз ба айттыңыз ма? Сіз айттыңыз маған. Иә, әдемі көйлегін таяқшаға нетіп, орап, соны жандырып, бүйтіп несімен отпен істегенбіз, ұйықтап отқан кезде. Аластатып. Иә, сосын қойды. Болды, содан кейін түні бой жақсы ұйықтады. Енді қорғасында ілгерді қорғасын құйған бар болса табылса да, қазір ақтас қаратас дейді, ақтас қаратас құяды тостақанға. Ысытып тұрады, ысытып қояды тастарды. Сосын баланың басын тегізбей, жаңа тостақанға су құйып, тасты салады. Тас баға жеткен кезде енді бала сілкіну керек та, сөйтеді. Дұрыс айтып отырсыздар. Келесі біздің ойынымыз отбасылық құпия ойынына арналған сұрақтар бар. Қазір екеуіңізге беремін. Апа, сіз бастаңыз. Өміріңде жасаған ең батыл қадамың қандай болды? Ең бірінші есіме түскенім, мен папам ауырып қалғанда, врачтың айтқаны, папаң 6 айдан кейін кетеді деген кезде, сол кезде андай не болғанда, не істейтінді білмей қалдым. Алматыда жүрмін өзім, папам Жезқазғанда ауырып жатыр. Сол кезде бар күшімді жинадым да, Мержанға сөйтіп айттым, мен Жезқазғанға барып 6 ай сояқтап тұрайыншы деп. Маған өзіме не болды андай. Иә, қоштасқым келеді дедің ғой солай. Иә, білем, енді бір аптаға барып келсем, мен білдім да, өзімді сол үшін жейтінімді. Өзім папамның қасында итакты өспегенмін да, ата әжемнің қолында болдым ғой. Сол үшін сол 6 айды хотя бы сояқта болайыншы деп, сонда Мержан, да, конечно, бар 6 ай сояқта бол, мен өзім кеп тұрам деді. Папамның қасында сол 6 ай жүріп, енді Мержан қолдады керісінше бұл жерде. Иә, енді сосын кеткен кезде түнде емес, таңғы 6-да Мұрат ағаға звондаған, доктор Көкежанға айтып отырмыз ғой. Звондаған, демалмай жатыр, не істеймін деп. Қасындасың? Иә, Жезқазғанда. Көзін жауып деді, жұмғанда қолмен. Иә. Сол кезде ең қиын сәт болды мен үшін. Түсінемін, енді оңай емес, ауыр. Оның үстіне өзің қасыңда көзін жабу деген. Үлкен кісілер ғой, ондай жерде отырып көзін жабу, бұл бала ғой. Иә. Сол кезде өмірінде көрмеген. Иә. Сондай бір не болам. Иә, қиын сәт болған ғой. Дана, сен мықтысың. Солған батыл қадам қандай барды екен, көзін жабу. Көзінің әкесін қиып та, көзін жабу. Иә. Алданақ, сен онда. Алғаш рет ана болған сәтте өзіңізді қалай сезіндіңіз? Апа, нешеде едіңіз ол кезде? Мен 26-та едім. 26-да? Иә. 26-та едім.
енді мына балдардан ұятты. Мен жаңағы не қылғанда скорыйды шақырмайын. Өзім барам докторға. Ұялам айтуға, жұртқа айтуға. толғатып жатсыз, бірақ өзіңіз аяқпен бардыңыз ауруханаға, иә? Иә, жолдасым жұмысқа кетті. Енем үйімде ұйықтап жатыр. Сонан кеткенмін ғой больницаға. Больницаға кетсем, акушер, врач ер кісі шықты, онан да ұялам. Өзіңіз зорға келе жатсыз? Иә, сонан күтіп отырдым, сол ісін мен алмасайын деп отырған шығар, осы кететін шығар деп. Соны күтіп отырдым скамейкада далада. Содан ол киініп, сигаретін шегіп демалып тұрған ғой, қалатын шешіп, киініп шығып кетті. Кеткеннен кейін білем, бірақ врач екен, ер кісінде басқасы әйел кісі екен. Соған барып кіргенмін мен. Жаңағы не деген шыдамдылық. Апа, қазіргі анау гендер пати соларды көріп менің мамам да таңғалып отырады ғой. Қазір бірінші күнінен ата-енесіне тест апарып көрсету. Сіз толғаққаныма ұялып отырмын. Енем білмейді мен кетіп қалғанымда. Ал келесі сұрақ. Бір күні өз бизнесіңді балаларыңа тапсырғың келсе, сенің шарттарың қандай болар еді? Тапсыру деген, енді бірінші балалардан көрем, кімнің икемі келетінін, сондай неге бір бизнеске кімнің желаниясы болады. Менің ойымша негізі бір дайын сияқты беруге болмайды деп ойлаймын балаларға. Оны басынан бастап, енді уже 18-ге, 16-ға толған кезде соны үйрету, енгізіп баланы, егерде көріп тұрсаң, алып кете алады дегендей, сол кезде ғана сол бала жұмыс істеу керек та, соны көріп. Бір күні 30 жасында, 25 жасында, міне саған подарок десең, дұрыс емес ол. Қай баланың икемі бар? Қазір байқалады ғой, өзі баланың кішкентай кезінен икемі болады. Мейіржанды әкесіне ұқсаған деп отыр. Мінез жағынан, тура әкесі сияқты деп. Шығармашылыққа жақындығы. Қазір Адижан. Мен көріп тұрғаным, Адижанда бір несі бар да, андай бизнеске бір санай білетін шығар, қызығады соған, сұрайды. Ал магазинге келген, маған көмектескен, ашылған кезде магазин, цехта көрген, қалай жұмыс істейтініңізді. Енді бір сұрақтар қояды, соны көріп тұрмын да, бір несі бар. Қызығушылығы бар. Жақсы ғой балалардың. Бизнеске басынан ақша санауды білсе. Алданағы сұрай ғой. Мейіржан кішкентай кезде бұзық болды ма? Жоқ, бұзық болған жоқ. Себебі, мен ойлаймын, себебін екі қыздың ортасында өскендіктен бе деп ойлаймын. Қыздай не болды? Мінезі қыздай. Мінезі қыздай болды. Бір күні келді, мама дейді, мальчик хочу деді. Мальчик хочу дейді. Братишка. Мальчик. Ана балдарды көреді деймін да. Братишка хочу деген ғой. Ой, қой балам дедім. Осы үшеуіңе өмір берсін, саған өмір берсін. Апа, сізде өкініш болған жоқ па? Тағы да бір қыз туып алайын. Бермеді ғой, берсеті бар еді. Мен кішкентай кезімде есімде, мамам айтатын болу керек маған. Мен еміс есімде, сен ғой маған туғызбаған деп күлдіріп айтады. Бірақ та соның астарында басқа мағына жатыр ғой. Менің ең кіші бауырым дүниеге келгенде мен 9 жаста екем. Сонда мен 9 жасар қыз, мамам жаңағы жөргекке орап, құнтақтап береді. Мен таңертеңнен кешке дейін ана баланы көтеріп жүрем. Енді былайша айтқанда кукла қарап жүргендей бағып қағып көмектесіп жүрген ғой. Содан бетім қайтып қалған болу керек. Мамам айтады екен ғой, керек емес, басқа бөпе тумашы деп. Рас па? Мама айтатын соны, енді ыңғайсыз болса да. Коляскаға салады, ойнай алмай қалады ғой, ана баланы. Енді ол кездегі жұмысты енді құртасын біліп отыр. Жаңағы сиыр деген, мал деген, от жағу, күз шығару деген сияқтылар ғой, бізде көп шаруалар. Сондай болғаннан кейін балаға қарауға арасында қонақтар келіп жатады. Әкесі қызметкер болғаннан кейін қонағымыз көп болады бізде. Ол далаға газ жоқ қой, далаға ошаққа тамақ істейтін. От жағып кәдімгідей сондай. Соны жағып бергеннен кейін өзі қыздармен ойнағысы келеді. Ойнауға барса анау жылайды. Онан кейін мама енді осыдан кейін тумай-ақ қойыңызшы дейді. Онан кейін
ол ерлан болды, ой ең кішкентай ұлды ғой бұл енді Иә, 9-дамын ғой, сонда 9-да сол кішініме қарап жүрмін ғой. Бірақ қазір өкінемін, бекер айтыппын деп. Сіңілім болғанда ғой деп. алла тағала Иә, естіген. иә. Ал апа, сіз сұраңыз. Отбасылық мерекелерде қандай дәстүрді ең жақсы көресің? Бәрі жақсы менің ойымша. Даже андай табақты алып кеткенде сәлем саласында кетесің ғой, андай артпен. Сол да мысалға қызық маған өте. Андай бір мен үшін бір жаңалық болған ғой. Бірақ та оның бір несі сәлем салған кезде күшті сөз айтады да саған. Иә, бата береді. Иә, бата береді. Иә, рас. Оны ести бермейсің күнде. Иә. Ал былай сәлем салса саған күшті бір бата береді да, сол да өзіме ұнайды. Ал апа, сіз, данаңыз. Иә. Балаларыңызға қандай жаза түрлерін қолдандыңыз? Балама орыстың жерінде болғасын, орыстың ішінде отырғасын, бұрышқа тұрғызатын ек. Ана бірден істеп қойса, бар бұрышқа тұр деп. Бұрышқа тұратын еді, артына қарайтын еді, қашан отыруға болады деп. Иә. Сіз келе ғой деп отырғыз, басқа ешқандай ұрғанымыз жоқ, соққанымыз жоқ. Сөйтіп, бұрышқа тұрғызғанға не алатын еді. Мен саған жақсы ене бола алдым ба? Әрине. Ой, қандай әдемі сұрақ. Мен саған жақсы ене бола алдым ба? Иә. Рахмет. Мама үйде жоқ болса, қонаққа мысалға кет қалса, бір 2-3 күнге Теміртауға или бір Қостанай туыстарын, сонда нетіп жүремін, мен кәдімгі іздеп жүремін. Сосын звондаймын, қашан келесіз деп, жазам, қашан келесіз, билетіңіз қашан деп. Сосын мама айтады, бір күні қаяққа бір жаққа кеткенде, маған бір 24-нен, обратно бір 28-не ма, или қандай бір неге аласаш дейді, сонда 26-сын алдым ғой. Тезірек өйткені бір үйдің несі, ұйытқысы, берекесі. Иә, бір берекесі ма, білмеймін, бір оны бір терең бір сөзбен айта алмаймын да. Енді білмеймін, мен кетіп қалғанда білмеймін ба? Мама кетіп қалса сразу білінеді ол. Апа, келініңіз кетіп қалса біліне ма? Командировкаға ары-бері жаңа брендім білінеді, бірақ түстем білінеді. Келген кезде жүрегім орныма түсіп, жайма шуақ, арқам кеңіп, енді балдарын алдында тапсырғандай болам да. Иә, жауапкершілік қояды. Жауапкершілік, түсінемін. Мен келініме рахмет айтам, балама ризамын, келініме де ризамын. Бір жаққа баратын болсам, маған билет таяр. Пойызға алып бер деймін, мен Союз кезіндегі адаммын ғой. Эконом қалап ақшасын. Мына кісі де сонда. Сіз пойыз ба, бұл кісі автобус? Сосын пойызға алып бер деймін да. Пойызға алып бердіке бара берем ғой, қиналмаймын, жатып тұрып деймін неден. Жоқ дейді, самолетке алып береді. Самолетке қимаймын ақшаларын. Жаным апа. Тура менің мамам да сөйтіп айтады. Менің мамам былай айтады. Айналайын, анау Қаскелеңнен аэропортқа жеткен 3 сағат дейді. Одан саған ұшып барып не қылғанша жаңа Шымкентке кейде айтамын да, мына Алматыдан Шымкентке самолетпен неге бармайсыз? Сондағы былай қарап тұрсақ, дұрыс айтады. Қаскелеңнен автобусқа отырғаным дейді, жылдан 5-6 сағатта бір 7-8 сағатта жетіп қаламын. Шымкентке барады. Ал енді қара дейді, Қаскелеңнен аэропортқа барамын дейді 2-3 сағат. Одан ұшамын дейді 1-1,5 сағат. Одан қонып, багажды алам дегенше тура сол 5-6 сағатым кетеді дейді. Жоқ, пробкамен жетіп отыршы аэропортқа. Мыналар сөйтіп ренжиді да. Дайын пойыз тұр, самолет тұр дейді да. Анау Қаскелеңнен үйден келетті алып кетеді, Шымкентке жеткенімше сен ана пробкамен мен аэропортқа жетем деймін да. Рас. Ол енді осындай. Сіз де пойызбен жүресіз? Жүрмеймін, мен жүргізбейді ғой. Жүргізбейді самолетке. Қымбат қой, білем ғой үшін. Көрейін десем, бағасын жазбайды билетте да. Қанша екен деп та. Туда обратно деп және бару келуін. Бір жағынан ойлаймын, осы тезірек келсін, балдарымызға еге болсын деймін да. Тезірек пойызда 2 күн жүресің, 2 күн жүресің, бару 2 күн, келу 2 күн деймін да. Сөйтіп. Апа, жақсы ойлаңыз, келініңізде ондай ой жоқ. Жоқ, өзім ғой әшейін әзілін айтып жатыр. Жоқ, негізі бағасы иногда бірдей болып кетеді. Рас, апа, ол рас. Кейде пойызыңыз 15 мың, самолетіңіз 15 мың. Иә. Смотря қандай қалада. Сосын Мержанға айтам, мама, пойызға алып бер десем, самолетке алып бересіңдер десем, мама шаршайсың ғой дейді да. Ой, жатып барам ғой, әрі әңгіме айтамыз, жолаушылармен деймін да. Сөйтіп барып жаймен кете берем. Қойшы, мама шаршайсың ғой, алып бере берсін дейді. Ой, жаным.
ұрпағым. Сіздің балаңыз ба? Менің балам. Құдай бере саған, әміре Құдай батыр. бере саған. Қалың қалай? Жақсы ма? Өзі Тоқсан прическа албай жасаған өзіне. Ай, иә? Өзің шашын өзі кесіп жүр ма? Иә. Садиктен келді ме? Аха, нулевой классқа барып жүр. Жарайды. Қазіргі балалар сол кірмейді. Иә. Камераның алдынан, иә, біздің де балалар сондай. Иә, балалардың бәрі. Қазір сіздерге сұрақ қойсам, көздеріңізді жұма қойып, немесе көздеріңізді жұмып көрсетсеңіздер. Мен не ол ойынымен ары қарай жалғастырамыз. Мен қазір сұрақ қоям, тез-тез бір-бірлеріңізді көрсетіп, жауап берсеңіздер, иә? Либо мен, ол да. Иә. Ал, кеттік. Кім тамақты жақсы жасайды? Кім көп әңгіме айтады? Кім көп үйдегі балаларға ұрсады? Кім көп үйдегі балаларды жұмсайды? Кім шыдамсыз? Кім ашушаң? Кім қатты мейірімді? Кім көп ақшаны жұмсайды? Кім көп ұйықтайды? Кім ұзақ киінеді? Кім көп үйдегі балаларды еркелетеді? Кім базарға көп барады? Кімнің алтыны көп? Кім үйде көп болмайды? Кім көп қыдырады? Қыдырғанда қандай мағынада? Енді қыдырады, киноға барады. Кім көп тамақ жейді? Апа, кім көп тамақ жейді? Кім көп балалардың тәрбиесімен айналысады? Кімнің киімі көп? Болды, рахмет. Сосын көреміз ба? Иә, сосын көресіздер. Қатырдыңыздар бір. Біз екеуміз көріп отырдық қой. Екеуміз күлген жерде өздеріңіз түсінген шығарсыздар қандай жауап болғанын. Кімнің алтыны көп болғанда, апа, сіз Дананы көрсеттіңіз. Дана сізді көрсетті. Алтын тағатын алтын ба? Иә. Дананы көп қой, әр жерде жатады. Ана Жо, кішкене. мама ойлайды да, анда бижутерия тағам ғой мен. Мама сонда ойлайды алтын деп. Менде көп андай не бар да, просто съемкаға аламыз Мен ғой. әр жерде жатқан үшін не қыламын да, ана Иә, кішкентай бала бар ғой. Алтыны күмісі бәрін. Ана жантөре сауысқан. Қызғат дейді ғой сауысқандар. Ұясына тасиды да. Бәр мамасының несін жан-жаққа шашып, ән жерде, мін жерде сол бала алып жүреді ғой. Мен жинаймын оны, алып қоям. Дананың жұмысы жоқ. Иә, өзіңіз алтынды ұнатасыз ба, күмісті ме? Мен алтынды ұнатамын. Бірақ бүгін мен сізге күмістен әдемі сырға мен жүзік сыйлағым келіп отыр. Бүгін уақыт тауып, келгеніңізге рахмет. Себебі менің білуімше сіз көп сұхбат бермейсіз. Бірінші рет? Тіпті сұхбат бермейсіз. Бірінші рет. Сондықтан айтарыңыз өте көп. Бекер қорқасыз камерадан. Мен сұхбат беруден қорықпаймын. Бірақ мына келін мен балаға бердім, осындай мен осылар айналсын, мен ұялам. Мына ағайын туысқандар көреді ғой телевизорде. Баласы мен келін әртіс, бұл келін шешесі де қосылыпты деп маған. Менің мамам да күнде сол сөз айтады. Мама дейді. Сонан ұялам. Әрбір сәт ол естелік. Ол сіздер үйде телефонға түсіретіндеріңіз ол бір бөлек. Бірақ мысалы сіз қаншама салт дәстүрді айтып отырсыз, үйдегі отбасылық құндылықтарды айтып отырсыз. Неге онымен бөліспеске? Неге бөліспеске? Сіз бір жаман нәрсе айтып отырған жоқсыз. Баланың тәрбиесінде мысалы. Енді мен қойылатын сұрақтар бар, қойылмайтын сұрақтар бар. Әрине, қазіргі жағдайда екі үлкен арманым бар деп баңа деп боянып отырған кезде айтып қалдыңыз. Енді арманым айтайын ба, айтпайын ба, енді арманым ішімде. Мержаным шыққан күні түні тілеймін. Құдайым осы отбасыма келсе екен тезірек деп. Баламды бес қолдай білемін. Баламның біреудің ала жібін аттамайтын, ешкім жамандық ойламайтын, қайта маған бірдеңе десе
айтып отырсам ананың ағайын ғой енді пендешілік айтсақ айтады, мама өзіңіз намаз оқисыз, қалай ол айтып отырғаныңыз дейді да, сөйтіп мені ұялтады. Намаз оқисыз ғой мама деп та. Артық айтпай Иә, қойып дейді артық айтпай ақ қой дейді. Біреуге жамандағанын қаламайды, біреуді сөз еткенін қаламайды. Құдайға шүкір, 40-қа кеп қалды, келді 40-қа. Сонда да енді біз қартайып жатырмыз. Енді жастарда, ақылда жастарда жаста шығады. Асыл тастан деген Мержанымның сөзін тыңдаймын, Данамның сөзін тыңдаймын. Осылардың отбасының аман болғанын тілеймін. Екеуі бақытты болып, бір жастықта қартайғанын тілеймін. Өте ризамын балама да келініме де. Мен бақыттымын. 5 немерем қасымда. Тұрсам да бәрі мен жауаптымын деп отырғаным сол. Бәрін мен азаннан кешке дейін мен көретін менмін. Иә, ұрсам да, ұрсатын жерде, сүйем де, сүйетін жерде, айналам да, менің айналайын сөзім деген сөзімді сағынып келеді, кейде сүйкенеді балдарым. Соны естіп өскен балдар бәрі. Соны Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Мен бақыттымын. Жаман күндер артта қалсын. Балдарым аман болсын. Алла тағаланың сынағы көп. Иә. Тек қана ананы перзентімен сынамасын. Иә. Осы балдар артымда қалсын деп тілеймін күн түні. Артымда ақар-шақар болып қалса, мен ризамын, мен бақыттымын. Үйде той болсын апа енді. Той болсын. Екінші арманыңыз? Екінші арманым, қызым бар Мәдинада, Мәдина. Мержанымна үлкен. Сол семья болса екен, отбасы құрса екен деп армандаймын. Тілеймін күні түні. Жалғыз қалмас екен. Бір басы екеу болсын, жұп болса екен, балалы жағалы болса екен деп армандаймын. Аумин. Апа айтқаныңыз келсін. Енді көптің тілеуі орындалады дейді ғой, сондықтан біз де тілекшілердің қатарынанбыз. Әр сұхбатымыздың соңында келген қонақтарға біз блокнот береміз ручкамен. Неге? Себебі тілмен айтылмаған сөзді қағаз түсіріп береді дейді. Бүгін келініңізбен келіп отырсыз. Енді келініңізге көп сұрақ қоймадым апа, байқаған болсаңыз. Себебі келініңіздің өмірін оқырмандары, көрермендері күнде желі арқылы көріп отыр. Бірақ осы келіннің енесі қандай екен? Бұл келін үйде қандай екен? Яғни енемен қарым-қатынасы қандай екен? Осы бір отбасылық құндылыққа көбірек тоқталғымыз келді. Әр үйдің өзінің әрине құпиялары болады. Әр үйдің өзінің бір айтыла бермейтін сырлары болады. Оны да түсінемін. Сол себепті апа, келініңізге өзіңіз хат жазсаңыз болады. Білмеймін, ол тілек болуы мүмкін. Ол мүмкін бір кешірім сұрау болуы да мүмкін. Ол бір шынайы пікіріңіз болуы мүмкін. Білмеймін, өзіңіз қараңыз енді, иә? Қазір ойыңызға не келіп тұр, соны қағазға түсірсеңіз. Кейде бір айтыла бермейтін дүниелер бар, қағазға түсіргенде жеңілдеп қалуыңыз мүмкін. Дана қыз тура солай. Келін Дана, менің құрбым болған Дана Канапина деген. Елдің бәрі Дана дейді. Содан 37-ге аяқ басқанда жаман аурудан көз жұмды. Былтыр 24 жыл. Бірақ мен оны Дана демейтінмін, Дана дейтінмін. Дана да. Сондықтан Дана деген есімді мен өзім өте қатты жақсы көремін. Жаңа қайта Дана қыз деп отырғанымда сол үлкен даналықтың иесі Дана. Өзінің қайсарлығымен мысалы қаншама қазір қазақтың қыз-келіншектеріне үлгі болып отыр. Мойындау керек. Басынан Дананың не өтпеді. Бәрін көріп отырмыз, біліп отырмыз. Әйтеуір тілеулеспіз ең бастысы. Дана, енді өзің де енеңе хат жазсаң. Мен бір сөзіне алып кетейін. Енді бала келіннің несін жақсының жақсылығын айтып мерей тассын деген бар. Дұрыс. Иә. О жан жақтан звонок болды. Балам отырғанда, ағайын туысқандар ауырмаңыз деп. Енді бәрі сізді аяп, жаңағы қолдап көрсетіп жатыр. Ауыр ғой. Әрине. Ауыр. Менің тілегімде балам ғой енді жолдасым кеткеннен кейін. Осылар. Баламның кеткенде мен енді қайғырдым. Күні түні енді Құдайдан тіледім, сабырлық қылдым. Сонда да
Дананың осындай болып жүргені, араласып, күні түні жүгіргені Мейіржанымның ізінен, сол мені тоқтатты ғой. Сол мені тоқтатты. Рахмет айтамын келініме. Иә, күні түні жүгірді. Бір күнде Астанаға неше рет барып келген күндер болды. Ол әркімнің қолынан келе бермейді. Келе бермейді. Және осындай балам отырғанда, ерше әйелдігін жолыменен жүреді. Ердің жұмысын істеп жүр. Осы отбасымызды құрастырып, отбасымызды біріктіріп, осы бізді мұқтаждыққа неғымай, осы бала бізді неғып отырған. Күн түні тамағымызда тоқ, Құдайға шүкір, көйлегімізде көп. Ердің ісін істеп жүрген бала. Мен ризамын келініме. Баламның отырғанын білдіртпеді ғой осы. Жүгіріп жүргесін көңілім тоқ болды. Жүгірді. Күні түні жүгірді. Оны білем, қайда барып атқан, кіммен сөйлесіп атқан. Ризамын келініме. Дұрыс апа, өте күшті. Ал, жазыңыздар. Шынында да жаңа айтып жатсыз ғой, әрбір ананы баламен сынамасын деп, бұл ана үшін ең бір ауыр нәрсе, әрине. Сізде өзіңіз бір оқиғаңыз айтсаңыз болады, жаңағы. Айттым ғой, енді сынақтар көп ол. Алла тағалам жақсы көрген адамын сынайды дейді. Енді менде көптеген сынақтар болды. Кім сол сәтте, мысалы, мен енді алыста болдым, жырақта болдым, кім сол сәтте сізге туыстардың ішінде, келіндердің ішінде мүмкін қолдау көрсетіп, әрқашан қасым? Бәрінен де ана ұлға айтқан кезде келінге ауыр болды, келіннің аяғы ауыр болды, оған қолдау кеткен өзің болдың мысалы, кішкене. Одан ол кезде Қайрат марқұм тірі еді, қатты қолдау берді. Коронавирустың қайнап атқан уақытсыз біздің үйде жаңағы жаңағы антисеп дегендер, ол жаңағыдай келіп жатты, маска дегендер блок келіп жатты. Келген адамдар как раз ол коронавирус уақытысында келген қонақтарды үйге кіргізіп, өте қатты карантин болды. Қолдау көрсетті марқұм, енді оны айтамайым. Ол бір сынағым 2020 болса, екінші сынағым 2022 жылы өзіңнің жолдасың Қарекең өмірден өтті деген кезде мен Шымкентте болдым. Бір тойға барып, сол тойдан қайтайын деп тұрған кезде сондай маған қатты хабар келді. Апа, жақсы жағын мысалы, ондай кезде шынында да қазақтың қызы. Мен енді айтайын деп отырғам, Қарекеңнің жақсылықтары көп. Ол енені қалай сыйлау. Кейбіреулер ана қайын жұртқа жақындаса, ойбай, қайын жұртқа жақын болып кетті, ана мынау дейді. Жоқ. Ол қайын жұрт ағайын туған туысқан деп бөлмеді. Жақсылығы өте көп болды. Қатты сыйлады. Мен оның сыйластығын, оның еңбегін айтқым келіп отыр. Өзінің балдарына деген құрметін. Балдарына қандай жақсы көрді балдарын. Бізді де сол қайын жұртың ол көрсе қуанып, жаңағыдай өзінің туысқандарын, ағайындарын көргендей болып, сондай қарсы алатын. Жақсы мінездері өте көп бол, жақсылығын айтып, ана менің құрдасым айтып отыр ғой. Ол менің енді Қарекеңнің жақсылықтары көп, ол енді менің отбасыма да, неме де айтқым келіп жатқаны сол. Өзіңе де жақсы бол. Көзім жасаурап тұрғаны айналады, кішкене ес қалғаннан кейін. Ондай болады ғой арада. Құдайға шүкір, тәуба. Барына шүкір жасаймыз, ана кісі айтып жатыр құрдасым. Барына шүкіршілік жасаймын, тәуба жасаймын. Әр намазда осылардың жақсылығын тілеймін мен де. Өзіңіз сияқты басқа қыз келіншектерге қолдау айтыңызшы, мысалы. Қандай мысалы проблемасы бар қазір, бір қайғылы жағдайды мүмкін басынан өткізіп жатыр ма? Барлықтарыңызға енді Алла тағала сабырлық берсін, амандық берсін, жақсылықтарды көп деп тілеймін. Жақсылық болсын, жақсылық тілеген сайын Алла тағала бере береді жақсылықты. Ал онда маған бере қойсаңыздар, Дана. Қолымда қазір апа сіздің келініңізге жазған сәлемдемеңіз. Өзіңіздің рұқсатыңызбен оқып берсең. Анамның қолында келініңіздің сізге жазған сәлемдемесі, қысқаша хаты деуге де болады. Бірінші апа сіз бастаңыз.
Қымбатты мамама дейді, сізге үлкен алғысымды білдіргім келеді дейді. Сіздің маған және балаларымызға көрсеткен қамқорлығыңыз үшін, мейіржан үшін, бойындағы қасиеттер үшін, мінезі тәрбиесі үшін көп рахмет айтқым келеді. Маған да балаларымызға да қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрыптарын үйретіп, ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіруге көмектесіп жүрсіз. Сіз біздің отбасының ұйытқысыз, аман сау болыңыз. Біз сізді өте жақсы көреміз және бағалаймыз. Әрқашанда жүзіңізден күлкі кетпесін. Келініңізге. Сізге. Рахмет жаным. Алла разы болсын. Алтыным. Келініме сәлемдеме дейді. Дана, мен саған ризамын жаным дейді. Менің өтінішім, балам Мейіржанның алдындағы апасын, артындағы соңынан ерген қарындасын сыйлап құрметте. Менің көрсеткен айтқан сөздерімді есіңнен шығарма. Мейіржан мен екеуің балаларының қызығын, рахатын көріңдер. Мен сендерге ризамын жаным. Тек дендерің сау, балаларың аман болсын деп тілеймін дейді. Апа, рахмет. Жақсы, рахмет. Қандай әдемі жылы тілектер. Біз өздеріңізге берсек, кейін сақтап қойыңыздар, датасын жазып қойыңыздар. Мейіржан келгенде көрсетесіздер, бұйырса осындай болған еді деп. Иә, мен де рахметімді айтқым келеді. Сізге бұрын әйелер бақытында көретін ек. Енді міне 100-500 көріп отырмыз. Сұхбатқа шақырғаныңа рахмет. Иә, амандықта, саулықта көрсе берейік, апа. Енді тойда жүздесейік, бұйырса бәрі жақсы болсын. Рахмет. Хабарымыздың атынан өзіңізге жаңа айтып қалдыңыз. Енді қыздың көзі қызылда кім ұнатпайды? Мысалы, әшекей бұйымды деймін да, алтынды ұнатасыз ба, күмісті ұнатасыз ба? Сіздің бергеніңізді. Жақсы. Апамна Балауса брендінен сіздің өзіңізге әдемі күміс, қазақтың оюымен күміс жүзігіміз, сырғамыз бар. Бұл сырғаны енді немере қызыңызға да апарсаңыз, кіші қызыңызға апарсаңыз да өзіңізге сый болсын. Рахмет. Жүзік құйып қойғандай өзіңізге жараса қалды. Ала қойыңыз. Алла разы болсын. Аман болыңыз, апа. Ауырмаңыз, еш уақытта ауырмаңыз. Тек қана бәрі жақсы болсын. Дана, рахмет саған көп. Бізде андай не сияқты болды ғой? Терапия. Семейная терапия. Андай семейный психологтар болады ғой. Енді ене мен келіннің психологын уже оказывается шығаруға. Күшті болды жаңа терапиямыз. Дана жаңа бизнес түрін ойлап тапты осы арада. Идея. Батымыздың соңында апа өзіңізден бір бата сұрағымыз келеді. Құдайым оңдасын, жамандық болмасын. Ұзақ боп, иншалла өмірің. Тасын шаттықпен көңілің. Жарқырап, жанай берсін жұлдызың. Ақ құдай сыланып, өсе берсін ұл қызың. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сұхбатымыз ұзағынан болсын. Мен айтқанымыз келсін. Көп рахмет.